Kenan Emирзағұлы танымал түрік актері және модель. Ол 1974 жылы 18 маусымда Түркияның Анкара қаласына жақын орналасқан Бала, яғни Балаш ауылында дүниеге келген. Оның шығармашылық жолы мен жеке өмірі көптеген жанкүйерлерін қызықтырады. Оның шығармашылық табыстары модельдік мансап. 1997 жылы Түркияның ең үздік моделі атақтарын жеңіп алып, әлемдік модельдік арнаға шығады. Бұл оның танымалдылығының бастауы болды. Актерлік мансабы. Ол телехикаялар мен фильмдердегі рөлі үшін танымал актер. Оның қатысуымен түсірілген ең атақты телехикаялардың бірі «Езел» 2009-2011 жылдары түсірілген. Бұл туынды Түркиядан тыс елдерде де үлкен танымалдылыққа ие болды. «Қара жалау» сериалы да Эмирзағұлыға үлкен табыс әкелді. Бұл сериалдағы Махир Қара рөлі оны түрік киносының аңызға айналған тұлғаларының қатарына қосты және басқа да көптеген фильмдер мен жобаларға қатысып ойнаған. Жеке өміріне келетін болсақ, Кенан 2016 жылы түрік актрисасы Сенем Кобалмен отбасын құрды. Олардың бірге 2 баласы бар. Жұптың махаббат оқиғасы Түркия мен әлемнің әртүрлі жерлерінде назарға ілікті. Кенан Эмирзағұлы өзінің жеке өмірін бұқаралық ақпарат құралдарынан мүмкіндігінше жасыруға тырысады. Дегенмен де оның отбасы мен өмір салты көпшіліктің назарында. Қатар Кенан киноиндустрияда да өзін таныта білді. Ол көптеген фильмдерде басты рөлдерде ойнады. Телехикаялар әлемінде Кенан нағыз жұлдыз болып саналады. Оның қатысуымен түсірілген телехикаялар тек Түркиямен шектеліп қана қоймай, шет елдерде танымалдылыққа ие. Әсіресе араб елдерінде, Балқан аймағында және Латын Америкада оның жобалары кең таралған. Кенан актер ғана емес, сонымен қатар продюсер ретінде де бірнеше жобаларға атсалысты. Кенан Эмирзағұлы қоғамға белсенді түрде қатысып, қайырымдылық іс-шараларға жиі атсалысады. Актер өз табысын қоғамдағы маңызды мәселелерге бағыттап, осы арқылы көптеген адамдарға көмектесуді мақсат етеді. Кенан Эмирзағұлы Түркияда кино мен телехикая саласында ғана емес, сондай-ақ қоғамдық өмірде де маңызды тұлға болып саналады.